кітапханасына рум-тур жасаймыз. 2019 жылы орталық балалар кітапханасында білім орталығы ашылды. Жобаны жүзеге асыру аясында балалардың уақытты тиімді әрі пайдалы өткізу үшін неше түрлі аймақтар ұйымдастырылды. Kids Coworking аймағында балалар кітап оқуға, ойнауға, шығармашылықпен айналысуға және үй тасымалын орындауға үлкен мүмкіндік береді. Бұл жерде балалар үшін бүкіл жағдай жасалған. Балаларға арналған жаңа форматтағы кітаптармен қамтамасыздалған. Оқу және коммуникация аймағында бұл аймақта еріктілерге оқу залы режимінде болады. Бұл жерлерде көптеген энциклопедиялар, анықтамалықтар бар. Абай қаласының балалар кітапханасында Глория атты кітапханалық лицей бар. Ол кітапханалық лицей 4 бағытқа бөлінеді. Ол оқуға құштар мектеп, жаңа мамандықтар, ақылдық полиглот және ақылды балалар. Интернет секторы технологиясы бойынша интернетке еркін қол жеткізуге Wi-Fi қамтамасыз етілген. Оқу және ашық қор аймағында оқырмандар үйге тек қана кітапхана ала қоймай, сонымен қатар осында отырып кітап оқуларына да болады. Демалыс және қарым-қатынас орны. Бұл жерде кітаптармен жеке жұмыс жасауға болады және тыныштықта отыруға болады. Кітаптар немесе журналдар оқуға, әлде құлаққа пен музыка тыңдауға болатын орын. Орталық балалар кітапханасында Makerspace шығармашылық алаңы жұмыс істейді. Орталық балалар кітапханасында көптеген әдемі қорғаулар бар. Орталық балалар кітапханасы жақында ғана өте қызықты әрі жаңа кітаптармен толықтырылды. Олар ертегілер, энциклопедиялар және фантастика.